білім қайнар оқу-ағарту жобасы және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұсынады. Армысыздар, құрметті достар. Халықтың кемелденіп дамып көркеюі үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шоқан Уәлихановтың осы дана сөздеріне сүйене отырып, біз сабағымызды бастаймыз. Құрметті достар, бүгін алып өтетін тақырыбымыз өте маңызды. Күнделікті тұрмыста және жалпы көп қолданылатын сөз тіркестері. Соларды алып өтейік. Араб тілінде сөз тіркес жасауда көп қолданылатын сөздердің бірі хаза және хазихи. Хаза және хазихи. Екеуінің де мағынасы бір алып қарайтын болсақ, алайда қолданылулар екі бөлек. Мағынасы қазақ тілінде бұл деген мағынаны білдіреді. Алайда қолдануға келетін болсақ, хаза деген ер тегіндегі сөздерге қолданылады. Яғни орыс тіліндегі мужской род. Хазихи дегеніміз әйел тегіндегі сөздерге, яғни орыс тіліндегі женский род. Мысалға айта кететін болсақ, хаза дегеніміз бұл. Бұл хаза адил. Бұл әділ, яғни ер тегіндегі сөздер. Хазихиға мысал келтіретін болсақ, хазихи Аиша. Аиша. Бұл Аиша. Демек, екеуі де бұл деген мағынаны білдіреді, тек қолданыстар екі бөлек. Тағы да мысал ала кететін болсақ, хаза бұл мысалы делік кітап. Китап. Бұл кітап. Енді әйел тегіндегі сөздерге мысалы назара. Назара. Назаратун. Хазихи назаратун. Бұл көзілдірік. Осы тұста айта кететін жайт. Сөздің соңында тамаррута келетін болса, яғни мына әріп бөлек келгенде былай жазылатын әліп, бірге келгенде қосылып жазылғанда, яғни осылай жазылады. Тамаррута. Сөздің соңында осы әріп келетін болса, ол әйел тегімен, яғни хазихи сөзімен қолданылады. Назара, мысалы, қитта деген секілді. Тағы мысал келтіре кетсек, алдымен ер тегіндегі сөздерге мысал. Джубнун, ірімшік, дәббусун, түйреуіш, харамун, пирамида. Ал енді әйел тегіндегі сөздерге мысал. Сайяротун, көлік, куротун, доп, хақибатун, сөмке. Араб тілінің қазақ тіліне қарағанда көптеген ерекшеліктерінің бірі, араб тілінде сөздер екі топқа бөлінеді. Музаккар, муаннас. Музаккар, муаннас. Музаккар, муаннас. Яғни музаккар дегеніміз, бағана айта кеткеніміздей, ертегі орыс тілінде мужской род, муаннас дегеніміз әйелдегі, орыс тілінде женский род. Жаңа алып өткен, яғни сөздеріміз музаккар тобындағы сөздермен хаза сөзін қолданамыз. Яғни бұл деген сөздің хаза. Бұл муаннас тобындағы сөздермен хазихи. Хазихи. Тақырып жақсырақ түсінікті болу үшін біраз мысал алып өтейік. Мысалы, музаккар тобындағы сөздерге хаза, яғни хаза бұл абай. Хаза абай, бұл абай. Немесе тағы да хаза қоламун. Бұл қалам. Тағы мысал хаза
бәйтун. Бұл үй. Енді муаннас тобындағы сөздерге мысал, яғни хәзихи сөзімен бірге қолданамыз. Хәзихи жәмилә. Бұл жәмилә. Тағы да хәзихи аймара. Аймаратун. Бұл ғимарат немесе хәзихи сабура. Бұл тақта. Тақырып жақсырақ түсінікті болу үшін тағы біраз мысал алып өтейік. Алдымен музаккар тобындағы сөздерге мысал. Бұл топтағы сөздермен хәза сөзін қолданамыз. Хәза хубзун. Бұл нан. Хәза бабун. Бұл есік. Хәза сиккинун. Бұл пышақ. Ал енді муаннас тобындағы сөздерге мысал. Яғни бұл топтағы сөздермен хәзихи сөзін қолданамыз. Хәзихи фуршатун. Бұл тіс щеткасы. Хәзихи висадатун. Бұл жастық. Хәзихи зубабатун. Бұл шыбын. Араб тілінде сөйлем құрауда көп қолданылатын сөздердің қатарына мән және мә сөздері кіреді. Мән және мә. Мән және мә сөздерімен араб тілінде сұраулы сөйлемдер жасалынады. Мән дегеніміз кім деген сөз, мә дегеніміз не? Мысалы, мән хәза. Мән хәза. Бұл кім? Немесе мән хәзихи. Бұл да бұл кім? Жауап ретінде мән хәза дегенімізге хәза бұл Мұхаммад. Мән хәзихи. Хәзихи Аиша. Бұл Аиша. Айта кеткеніміздей, мән дегеніміз кім, мә дегеніміз не деген сөз. Мәнға мысал келтірдік. Енді мәға мысал келтіретін болсақ, дәл сол сөздермен мә хәза немесе мә хәзихи. Бұл не? Бұл не? Жауаптары мә хәза, хәза дафтар. Бұл дәптер. Мә хәзихи. Хәзихи саа. Бұл сағат. Осыменен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздерді алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің сабақтарды қарағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Және де сіздерді келесі сабақтарымызда асыға күтеміз. Қазір экранда шығатын сөздерді жаттауды ұмытпаңыздар. Достар, жаттау керек болған осы сөздердің және бүгін өткен тақырыптарға байланысты үй тапсырмасының электрондық нұсқасын видео астындағы сілтеме арқылы таба аласыздар.